жүрші қасымда. Сәлем құрметті достар, сұлу кеңес арнасына қош келдіңіздер. Видеоларды өткізіп алмас үшін менің арныма жазылып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі түскі асымды Нұр-Сұлтан қаласындағы Рафе кафесінде ішетін болдым. Осыған орай Рафе қандай кафе, қай жерде орналасқан, түскі ас бағасы қандай болатыны, тағы да басқа ақпаратпен сіздермен бөліскім келді. Жалпы біздің елордамызда бірнеше жерде Рафе кафесі бар. Мен Жеңіс даңғылы бойынша осы жерде орналасқан Рафе кафесіне жол тарттым. Айтпақшы, осы жолмен тура бара берсеңіздер, Астанадағы орталық саябаққа шығасыңдар. Ал біз Рафеге жол тарттық. Міне алдында осындай жөндеу жұмыстары болып жатқан екен. Бүгін асқабақ крем сорпасын жегім келді, сол себепті осы жерге келе жатырмын. Асқабақ жалпы иммунитетті қатайтатын және сұлулықты сақтауға көмектесетін пайдалы өнім. Әрине, алдымен қол жууға барып алайық. Мұнда өте таза, сабын, қағаз сүлгілері әрдайым болады. Бұл өте маңызды, себебі тазалық бұл денсаулықтың кепілі. Ішінде осындай әдемі интерьер, ал меню QR-код арқылы көрсетіледі. Арнайы сіздерге менюді осылай түсіріп көрсетіп жатырмын. Шамамен бағалары қанша болатындығын біліп жүру үшін. Жоғарыда жалпы бөліп көрсетілген тіске басарлар, сорпалар, балық, еттен жасалған тағамдар, десерт, қандай сусындар бар, шай, кофе барлығын ашып бағаларын көріп алсаңыздар да болады. Даяшы тапсырысты қабылдағаннан кейін 4 минут өткен соң осылай нан мен сармайды алып келді. Ал тағы 4 минуттан кейін менің асқабақтан жасалған крем сорпа мен грессиниді алып келді. Бүгінгі менің түскі асым осындай болды. Мінекей, айтпақшы, бұл жердегі нан мен сармай тегін беріледі. Түскі асым 2717 теңгеге шықты. Түскі ас бұл бағаға сай деп ойлаймын, себебі порциясы үлкен, барлығы дәмді, тойымды және тез жасалады. Сіздерге де ас болсын, келесі кездескенше.